Сәлем, құрметті көрермен, арнаға қош келдіңіз. Міндетті түрде қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Сол кезде менің жаңадан шыққан видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Бүгін сіздерге балалық шақтың бал дәмі, тіпті студент кезіміздегі ең сүйікті дәміміздің ностальгиясымен бөліскім келіп тұр дейін. Лакомка жасаймыз. Осылай ыдысқа жылы сүтпен суды араластырып, керек мөлшерде құйып алыңыз. Оның үстінен қант қосыңыз және тұз қосып алыңыз. Енді бөлме температурасында еріп тұрған немесе плитаға ерітіп алсаңыз болады. Сары майыңызды құятын боласыз. Одан кейін бір ас қасық ашытқыны қосып, жақсылап тұрып араластырып, одан кейін ұн қоса отырып, жұп-жұмсақ, өте керемет үлпілдеген қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден қоспаңыз, аз-аздан қоса отырып, қолға сәл жабыспалы, жұп-жұмсақ қамыр илеп шығыңыз. Мен барлық керекті заттарын дәл мөлшерімен описанияға міндетті түрде жазып қалдыратын боламын. Менің тұрақты көрермендерім біледі, менде күн сайын өте оңай, керемет, ерекше деген рецепттер шығып отырады. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Және әр рецептке пікіріңізді, лүпіліңізді қалдыра жүріңіз. Бұл маған үлкен шабыт береді. Яғни сіз үшін жай ғана лайк, ал маған үлкен шабыт. Енді қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін оны бетін жауып 20-30 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Бұл қамыр жұмсақ болып иленгеннен кейін, жылы ингредиенттермен иленгеннен кейін өте керемет болып көтеріліп шығады. Және тәтті нандардың, булочкалардың, немесе пончиктардың да қамырын осы құраммен дайындасаңыздар болады. Өте керемет жұмсақ болып ауызда еритіндей үлпілдек болып шығады. Сондықтан осы қамырды пайдалансаңыз болады. Міне осындай жабыспалы видеода көрініп тұр, әдейі көрсеттім. Бірақ ыдысқа қолға жабысып қалмайды, бірақ өте жұмсақ, кішкене біртүрлі шырышты жабыспалы несі характері бар, осындай қамыр шығу керек. Енді міне осындай болып көтерілген қамырымызды жұмыс жасайтын үстелімізге қойып алып, екіге бөліп алыңыз, ыңғайлы болу үшін, және өзіңізге керекті бөлшектерге бөліп алыңыз. Яғни лакомкаңыз қандай үлкендікте болады, сондай мөлшерде барлығын бөліп, осылай дөңгелектеп дайындап алыңыз. Қазір оқтаумен жайып, лакомка жасауға кірісетін боламыз. Енді бұл лакомкада сөз жоқ қой, үлпілдеп ауызда еріп балалар таласып жеді. Жолдасымның өзі, лакомкама студент кезімізде қоймастан алатын едік деді ғой. Сондықтан ностальгия болады кәдімгідей. Міндетті түрде жасап көріңіз. Міне оқтаумен осылай жайып алыңыз, одан кейін екіге бүктеп противенге сала беріңіз. Мен сіздерге түсінікті болу үшін бірнеше рет жасап көрсеттім. Жақсылап қарап алыңыз. Енді осы жасаған лакомкаларымызды формаға салып, үстінен жұмыртқаның сары уызын жақсылап жағып шығамыз да, 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. 25 минуттың өзі жеткілікті болуы мүмкін, сондықтан қызарғанын барлығын бақылап қарай отырып пештен алып алыңыз. Енді ортасына креміне кірсеміз, ол үшін бізге еріп тұрған сары май, жұмсақ күйінде тұрған және сгущенка, яғни қойытылған сүт керек болады. Екеуін жақсылап тұрып араластырып алыңыз. Миксермен араластырсаңыз да, венчикпен араластырсаңыз да болады. Мен осылай шаншқының көмегімен жақсылай безіп алдым. Енді бір лакомкамызды алып, ұсақтап блендермен крошка жасап аламыз. Кремімізді жағамыз, ортасы оңай ашылады. Көріп тұрсыңыздар, жұмсақ болып тұр лакомканың наны. Одан кейін жаңа крошкамызға осылай батырып, әп-әдемі лакомкалар жасайтын боламыз. Өте оңай, қарапайым, үйдегі бар заттардан дайындауға болатын балалық шақтың бал дәмі көз алдарыңызда дайын болды. Міне видеода бірнеше рет көрсеттім. Ортасы да оңай ашылады. Қамырдың үлпілдеп тұрғаны көрініп-ақ тұр. Ерекше дәмді болып шығады. Әсіресе балалар керемет сүйіп жейтін болады. Шайға таптырмас тәтті болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Лакомка бұдан да көп шығады. Мен жарты қамырды лакомка жасадым, ал жарты қамырды өте тағы бір керемет тәтті жасадым.
ссылкасын жоғарыға және төменге қалдырып кетем. Қалған қамырдан не жасағанымды міндетті түрде көріңіз. Балалар таласып жеген өте керемет тәтті шариктер жасап, ерекше дәмді жасадым. Оның бір құпиялары да бар, сондықтан міндетті түрде ол видеоны да көріп шығыңыз. Сізге ұнайтыны сөзсіз. Мұқият қараңыз, ортасынан бөліп, қалай болып шыққанын барлығын дұрыстап тұрып көрсететін боламын. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай үлпілдеген, ішінде кремі бар, керемет тәтті дайын болды. Бұл банағы жарты қамырдан ғана дайын болған лакынкі. Жарты қамырдан қандай тәтті дайындадым, видео күтіңіздер. Міндетті түрде оны да қараңыздар, өте керемет дәмді болып шықты. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда жолыққанша.